Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге ұбт тапсырғанда қажетті пайдалы ақпараттарменен бөлісетін боламын. Сондықтан сіздер менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, сұрақтар қоюларыңызды өтінемін. ұбт тапсырғанда 5 негізгі білетін қағида бар. Олай болса, кеттік. ұбт ережесі біріншісі. Тыйым салынған заттар бар. Телефон, смартфон, шпаргалка, калькулятор, модем, роутер, рация деген. Міне осы заттарды алып баруға болмайды. Бұл тыйым салынған заттар деп аталынады. Бұл заттарменен кабинетке кіріп кетіп, жаңаға пайдалансаңыз, кейін комиссия видеоны тексерген уақытта сіздің осы заттардың біреуін пайдаланғаныңызды білсе, онда сіздің ұбт-дан алған балыңыз түгелдей жойылады. Сондықтан да бұл заттарға жоламағаныңыз дұрыс. Бұл тыйым салынған заттар деп аталынады. Сондықтан сіз Абай атамыздың айтқанындай, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деп, өзіңнің дайындығыңа, біліміңе, еңбегіңе сен, сонда бәрі жақсы болады. ұбт-дағы екінші қағида, біреу үшін ұбт-ға кірме. Яғни сіз жақсы оқысаңыз, алтын медаль иесі болсаңыз, үздік аттестат иесі болсаңыз, сізді біреулер пайдалануы мүмкін. Біреудің орнына кіруге алдап арбаса, соған ұсыныс жасаса, сіз оған көнбеңіз. Сіз бұл арқылы өзіңіздің өміріңізге балта шабасыз, және бұл сыбайлас жемқорлық деп те аталынады. Сондықтан стоп, оған еш уақытта жол бермеңіз. Үшінші қағида, жауап парағын мұқият толтыру. Сізге сұрақ кітапшасымен бірге жауап парағын да береді. Жауап парағын толтырған уақытта өте сақ болу керек, мұқият болу керек. Әр пәнді өзінің графасына толтыру керек. Және оның рет санынан да жаңылыспау керек. Егер басқа бір пәнді басқа бір пәнменен шатастырып қойсаңыз, онда сіздің еңбегіңіз еш болады. Сондықтан мұқият толтырып қараңыз. Төртінші қағида, ұбт-ның шешуін қай пәннен бастау керек. Сізге сұрақ кітапшасы бойынша осы бірінші тұрған пәннен бастап шешу керек деген талап қойылмайды. Сіз өзіңіз қай пәнді жақсы меңгердіңіз, қай пәнді жақсы ұнатасыз, оған дайындығыңыз қалай, сол пәннен бастай беруге болады. Ол оқу сауаттылығы бола ма, таңдау пәні бола ма, Қазақстан тарихы бола ма, математика бола ма, бәрібір. Сіздің өзіңіздің дайындығыңыз қандай күшті пән болатын болса, сол пәннен бастаңыз. Сонда сіз сенімділік пайда болады сізде. Сіз сұрақты жеңіл шеше бастайсыз. Бұл ұбт-ның соншалықты қорқынышты емес екендігіне сенімділік тудырады. Егер сіздің алдыңызда бір сұрақтар қиындық тудырып қалса, оның жауабын ұзақ уақыт бойы ойланудың қажеті жоқ. Сұрақтан секіріп кетуге болады, не болмаса басқа пәнді шеше беріңіз. Сіз уақыттан ұтылмаңыз. Уақыт бұнда бірінші орында тұрады. Бесінші, психологиялық дайындық. ұбт тапсырып жатқан уақытта ұстамды болыңыз. Қатты уайымдамаңыз. Мысалы, сұрақ кітапшасын ашқан уақытта сізге тіпті дайындалмаған сұрақтар келген сияқты болып көрінуі әбден мүмкін. Бірақ оқу бағдарламасынан тысқары сұрақтар келмейді. Мысалы, көз жүгіртіп қарасаңыз, кейбір сұрақтар өңін айналдырады. Ол не деген сөз? Сіздің жауабында тұрған, бұрын дайындалған жауапта тұрған сөз сұрақ болып келуі мүмкін, сұрақ жауап болып келуі мүмкін. Сондықтан өзіңіз қайтадан қарап, бір-екі рет оқып, түсініп барып, түйсігіңізбенен сұрақтың жауабын таба аласыз. Жүрегіңізге қатты салмақ салмаңыз. Себебі ұбт бұл өмірдің соңы емес. ұбт-дан осы күні оңайланыстырып қойды. Сіздер ұбт-ны 5 рет тапсырасыздар. Соның 3-еуін, 4-еуін тапсырып кеттіңіздер. Енді 2-еуі грант бойынша, 3-еуі коммерциялық оқу орындарына тапсыруға болады. Сіз осы 5 ұбт-ның қайсысынан жоғары балл алсаңыз, оны өзіңіздің оқу орныңызға тапсыруға болады. Міне балалар, мен сіздерге жақсы ақпарат айттым деп ойлап тұрмын. Сондықтан менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Мен сіздермен біргемін. Сәт сапар, жақсы балл алыңыздар.